Хералд атындағы 3-ші халықаралық көне технологиялар мен мәдени коммуникациялар фестиваліне қатысушыларды қош келдіңіздер деймін. Бұл фестиваль Қазақстан үшін өте маңызды фестиваль, өйткені көне тарихты тірілтіп, оны материализациялап, оны жұрттың көз алдына келтіріп, соны жұртқа танытып жүрген ғалымдардың, әуесқой адамдардың, реконструкторлардың бәрінің еңбегі жұрттың алдында көрініп, жұртқа тарихты білуге құштарлығын оятып, әсіресе жастардың тәрбиелеуде үлкен маңызды рөл атқаратыны белгілі. Сондықтан бұл фестивальға қатысушыларды қош келдіңіздер. Еңбектеріңіз жансын, жұрттың алдында абыройларыңызбен көрініп, еңбектеріңізбен көрініп, жұрттың ыстық ықыласына бөленулеріңізге тілектеспін. Бұл тарих деген нәрсе көбіне олай сөзбен, жазумен ғана жұрт білетін болса, оны кәдімгі қалпына келтіріп жасап көрсету деген өте тамаша да, маңызды да іс. Бұл тарих ғылымының бір методикалық құралы да, қоғамдық қозғалыс, осы тарихты қалпына келтіру ісімен айналысатын қоғамдық қозғалыстың мүшелерінің еңбектері, сонымен бірге жастардың жаңағы тарихқа деген, өткеннің заманға деген құлшынысының белгісі. Сондықтан фестивальдің абыройы биік болсын, өмірі ұзақ болсын, өміршең болсын, халықаралық деңгейі көтеріле берсін, кеңейе берсін. Сондықтан фестивальға да, оған қатысушыларға да үлкен жаңағы табыс тілеймін. Осы фестивальға қолдау көрсетіп отырған Қостанай облысының акиматына, Лисаковский музейіне, басқа да мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарға да көп рахметімді білдіремін. Мұндай істі қолдап отырған үшін көп алғыс оларға. Бұл халық үшін, әсіресе жастардың тәрбиесі үшін өте керек нәрсе. Сондықтан осындай демеушілік өте қажет. Барлықтарыңызға рахмет. Фестиваль жақсы өтуіне тілектеспін.